Hi friend, сәлем. Бұл видеода біз бірінші тестті талдаймыз. Мұқият тыңдап, өзіңе керек жерін паузаға қойып, міндетті түрде жазып ал. Әсіресе жаңа сөздерді дәптерге жазып жатта. Ал онда бастайық. Ең алдымен бірінші сұрақтан бастаймыз. Тестті бастаған кезде ең бірінші біз сұрақты оқимыз. Және сұрақтағы ключевые слова, яғни keywords, соларды табамыз, ең бірінші. Сонымен ең бірінші біз keywords табамыз, ключевые слова, немесе маңызды сөздер, немесе түйін сөздер. Сонымен, what do birds do inside the cactus? Birds do inside cactus. Құстар кактустың ішінде не жасайды, не істейді. Сонымен, көзді тез жүгіртіп шығамыз. Бірінші, екінші, үшінші сөйлемде жоқ екен birds деген, міне төртінші сөйлемде кездеседі. Birds lay eggs and raise families in the cactus. Осы сөйлемімізге керек. Сонда, енді варианттарды қарап шығамыз. Lay eggs деген C вариантында бар екен, және бұл вариант келеді. Екінші Б вариантында they raise the cactus. Жоқ, бұл туралы айтылған жоқ. They raise the families, A вариант bring up their descendants. Бұл вариант келеді екен. Неге? Өйткені bring up деген сөз ол raise деген сөздің синонимі болып келіп тұр. Сонда bring up деген сөз ол тәрбиелеу, жаңағы семьясын тәрбиелеу, отбасын тәрбиелеу, bring up, raise деген сондай мағына береді. Ол да сондай мағына береді. Келесі descendants деген қараймыз. Descendant деген сөз ол ұрпақ деген сөздің мағынада. Ұрпақ, яғни бұл жерде family деген мағынаны беріп тұр. Сонда A варианты мен C варианты келеді. C вариантында lay eggs. Lay eggs деген сөз ол жұмыртқа салады деген сөз. Құстар жұмыртқа салады. Кактустың ішіне несут яйца немесе орысшасы. Сонда бұл жерде A варианты мен C варианты келіп тұр. Яғни ответ D варианты. Өйткені both C and A деп жазылып тұр. Екі вариантта келіп тұр деген сөз. Келесі сұрақты қараймыз. Келесі сұрақта what feelings did Helen Keller have to Alexander Graham Bell? Бұл жерде keywords feeling, Helen, to Alexander. Helen'ді H салайық, Alexander'ды A. Сонда сұрақ қандай болып тұр екен? Helen'ның Александрға қандай сезімде болды, бұл жерде хат жазған екен. Helen Александрға, мына жерде to деген сөз кімге жазып жатыр. Мысалы, from Helen to Alexander. Helen'нан кімге? Александрға. To деген кімге, кому. Это письмо. Окей. Және бұл жерде біз бір оқып шығамыз. Бәрін оқудың қажет жоқ. Бірінші сөйлемнен бастайық. I am at a loss how to thank you for coming to help me. Окей. Бұл жерде Helen Александрға thank you for coming, рахмет келгенің үшін, to help me, көмектескен үшін Нью-Йоркта. Сонда бірден варианттарға көшейік. Варианттардан қарап, мына жақта gratitude деген сөз бар екен. Осы вариант келеді. Себебі gratitude деген сөз ол ризашылық деген сөзді білдіреді. Ризашылық. Текст бойынша Helen Александрға шынымен ризашылығын айтып жатыр, рахметін айтып жатыр, көмектескен үшін. Сол үшін бұл жерде вариантысы дұрыс жауап болады екен. Келесі сұрақ. This letter is intended for. Letter, кешірім өтінемін. Letter, яғни бұл жерде хат, бұл хат intended for. Кімге арналған, Бұл хат кімге арналған? Helen, Alexander, Miss Bell and Miss Keller. Әрине, Александр. Бұл жерде вариант Б болады. Бұл текст бойынша түсінікті бағана айтып кеттім. Helen деген кісі Александра хат жазып. Жарайды, келесі сұрақ. What word is missing in paragraph 4? Word missing in paragraph 4. Бұл жерде не сұрап тұр? Қай сөз төртінші абзацта жетіспей тұр, Төртінші абзацты қараймыз, және мына жақта оқиық ең соңғы сөйлемді, осы
мына жақтағы сөз табуымыз керек. Осының алдындағы сөйлемді оқуымыз керек ол үшін, және содан кейінгі сөйлем. Жарайды. Бірінші сөйлемді оқайық. We enjoyed, мына жерден бастаймыз. We enjoyed the whirl and gaiety of that great city. Blah, blah, blah. It was good to return to the sunshine and the peace of our home. Жарайды, бұл жерде мына жақта Нью-Йорк туралы айтылған, оларға өте қатты ұнаған, whirl and gaiety of that great city, яғни им понравилось движение и веселье этого города. Және мына жақта бір сөз тұрады. Бұл сөзді біз байланыстыратын сөз деп айтамыз. Екі сөйлемді байланыстыратын. It was good to return to sunshine and the peace of our home. Return деген қайту, sunshine, peace, home. Және олар үйге қайтқаны бәрібірде жақсы болды деген сөз. Сонда оларға Нью-Йорк Сити ұнағанмен, соған қарамастан, it was good to return to sunshine болу керек. Соған қарамастан деген сөз тұру керек мына жерде. Варианттарды қарап шығайық. Соған қарамастан деген ол мына жерде С варианты болып тұр. Сол үшін жауап С болады. Мен бұл сөздер туралы тағы айтып кететін боламын. Осы сөздер moreover, in addition, nevertheless, for instance, бұларды біз linking words деп айтамыз. Бұл туралы біз 4-ші немесе 5-ші сабақта өтеміз, қателеспесем. Linking words, яғни связывающий слова, байланыстыратын сөздер. Бұл жерде nevertheless деген болады. Өйткені nevertheless деген соған қарамастан деген мағынада тұр, Жарайды, келесі 5-ші сұраққа көшейік. What haven't you read about the text? Сонда бұл жерде haven't. Бұл жерде мағын өте қатты не беру керек? You should be careful. Өткен қараңыздар жақта haven't you read about the text. Сонда бұл жерде не туралы айтылған екен? Сен бұл текстте не туралы оқымадың, Не туралы айтылмаған немесе. Ол үшін біз текстті қайттан оқып қараймыз. Бірақ тексті оқымастан бұрын варианттарды бір көз жүгіртіп шығайық. Соңынан бастайық. About Helen's admiration. Helen, admiration, admire деген сөз восхищается, Helen восхищается. Окей, about Alexander and Helen's pastime. Александр мен Хеленнің өткізген уақыты туралы. Және about Alexander's assistance. Александрдың көмегі туралы. Біз оқыған бойынша мынау бар. Осы туралы біз оқыдық. Ал бұл жерде сұрақ haven't деп тұр, қайсы жоқ деген. Келесі мына жақта Хеленға Нью-Йорк қаласы ұнады. Admiration, сосын олардың екеу Александр мен Хелен өткізген уақыттар туралы да айтылған. Сонда about having no time to rehearse бұл туралы нақты тоқталып айтылған жоқ. Сол үшін жауап A болады екен 5-ші сұрақта, Келесі сұрақты оқиық. 6-шы сұрақ. They expected to go to Washington, but were blah 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 to fly there. They, они, олар expected, ожидали to go to Washington, что они поедут куда? В Вашингтон. Бірақ не болды екен? But, бұл жерде маңызды, бірақ олар blah 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 to fly there. Сол жаққа ұшу үшін, Және варианттарды қарап шығамыз. Astonished, exhausted, disappointed, bored. Енді тексті қарап шығайық. Бұл жерде текст бойынша мына жерде Вашингтон туралы айтылған. Біз Вашингтон деген сөзді табамыз. Және соның жанындағы сөздерге мән береміз, Ответ табу үшін Washington. We have expected to go to Washington from New York, but we're too weary. We're too weary at the end of our visit to think of another trip. Сонда олар өте қандай болған екен? Шаршаған екен, Weary деген сөз бұл жерде tired деген мағынаны беріп тұр. Шаршаған, шаршадық деп тұр. Негізі weary деген сөз бұл тозған киімді де айтамыз. Wear деген сөзден шығып тұр, кию деген сияқты. Тозған, шаршаған деген мағынаны білдіреді. Варианттарда осы шаршаған деген сөзді енді іздейміз.
Бұл жерде exhaust деген вариант дұрыс болады. Өйткені exhausted деген сөз ол tired деген сөздің синонимі. Шаршаған деген сөз. Яғни вариант Б. Енді келесі сұраққа көшеміз. Бұл жерде 7-ші сұрақ. Why don't some people like Earth Hour? Ең бірінші ключевые слова находим. Keywords. Why, неге. Some people, бұл жерде don't, not like деген сөз. Earth Hour. Сонда неге бұл жерде кейбір адамдар жаңағы жер уақытысын ұнатпайды, Earth Hour деген нәрсені ұнатпайды дейді. Ол үшін біз тексті қарап шығамыз және осы ключевые слова іздеп қараймыз. Бірден көзге түсіп тұр, 3-ші вариантта. Сонда таптыңыздар ма? Мына жерде жазылып тұр. Some people, кейбір адамдар think, думают, Earth Hour is silly. Өте бір ақымақ, керек емес нәрсе деп ойлайды олар, тупой. They say 1 hour isn't long enough to make a difference. Олар айтады, 1 сағат бір өзгеріс жасау үшін not enough, недостаточно, жеткіліксіз дейді. Окей, енді варианттарды қарап шығайық. Because most pollution comes from driving cars, because saving energy for 1 hour is not helpful. Окей, осы вариант келіп тұр. Өйткені бұл жерде энергияны үнемдеу көмегі тимейді де бір сағатта. Өйткені ешқандай бір өзгеріс болмауы мүмкін еді. Сол үшін ответ Б болады. Келесі сұрақ. What is not true about the passage? Not true, яғни қай сөйлем бұл жерде осы текст туралы дұрыс емес, немесе бұрыс информация, бұрыс нәрсе берілген деген сөз. Ол үшін біз не істейміз? Тағы бір қарап шығамыз көзімізбен. Окей, қарап шығайық. Енді мына жерде қараңыздар. Варианттар бойынша Earth Hour happens once a year дейді. Жылына бір рет болатын нәрсе. Бұл рас, өйткені жақта айтылған жылына бір рет болатын деп. Сол үшін бұл вариант келмейді. A варианты. Келесі, the WWF got the idea for Earth Hour by accident. Бұл жерде осы идея, жаңағы Earth Hour ұйымдастыру идеясы бір кездейсоқ нәрсе. By accident деген сөз, бұл бір кездейсоқ деген мағынаны беріп тұр. Текст бойынша қарайық. Okay, the lights went out for 1 hour in cities all over the world, but it wasn't an accident. It wasn't an accident, it was an event called Earth Hour. Бұл бір кездейсоқ болған нәрсе емес, сол үшін not true бұл жерде вариант Б келеді. Егерге сіз күмәнданып тұрсаңыз, онда соңына дейін оқысаңыздар болады. С вариантында, Д вариантында, мысалы, the first Earth Hour in 2007 was very successful. 2007 деген табамыз мына жерде. 2007-де басталды екен. Сосын жақта міне the first Earth Hour was a big success, big success. Яғни сәтті, өтті. Бұл бар екен, яғни бұл вариантты келмейді. С келесі Earth Hour asks people to turn off their lights for an hour. Бұл туралы басында айтылған. Мына жерде the lights went out for 1 hour. Сонда Д вариантты келмейді екен, Б варианты болады, 8-ші сұрақта. Жарайды, келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ өте бір қызық сұрақ. Which of the following best shows the idea behind Earth Hour? Яғни мына жерде бізден сұрап тұрғаны осы текстің жалпы идеясы не болып тұр? Ең басты идеясы осы Earth Hour деген бір ивенттен не айтқысы келіп тұр деген сияқты. Окей, ондай кезде мысалы best idea деген кезде, немесе текстің басында немесе соңында кездеседі, көбінесе соңында кездеседі, сол үшін соңғы сөйлемдерді оқимыз. Мысалы мына жерде міне it also shows that they can make a difference by working together,
егер бірге жұмыс істесек, бір өзгеріске әкеледі, бір сағатқа мысалы светті өшіріп тастасақ бәріміз деген сияқты. Мүмкін шынымен де энергияны үнемдеуге бір үлесін қосады. Келесі, one person's small choices can have a big effect throughout the world. Окей, міне, осы ең басты түйіндеме болып тұр, осы текст. Қарап шығайық варианттар. The walls have ears. Бұл сөйлемдердің бәрі бір пословица, бір мақал сияқты жазылған. Bad news travels fast. Жоқ, бұл келмейді. Many drops make an ocean. Осы вариант келеді. Rome wasn't built in a day. Вариантысы өткені қараңыз. Many drops make an ocean деген сөз. Ол с миру по нитке деген бар. Голому рубашка. Ол сондай мағынада айтып тұр. Көптеген тамшылар мұхит жасайды, немесе прямой перевод. Сонда бірлік болса тірлік болады. Мына жерде де сол туралы айтылған. One person's small choices can have a big effect throughout the world. Сонда вариант С дұрыс вариант болады. Ал келесі 10 сұраққа көшейік. Окей, бұл жерде келесі 10 сұрақ. Which statement about Greenland is wrong? Сонда Гренландия жайлы қай сөйлемде дұрыс емес, бұрыс информация берілген, текстте жоқ информация. Мысалы, бастайық. Мысалы, соңынан бастайық. The south coast is very warm дейді. Сосын south coast warm. Summer is not sunny in Greenland. Яғни жаз қатты не солнечно, в Гренландии. The weather, погода в Гренландии холодная. Окей. Қарап шығайық мына жақта. Okay, so Greenland is huge island. The weather there is very harsh and cold. Айтып тұр, суық деп. Яғни бұл жерде Б варианты келмейді екен. Even the hottest summer day on Greenland is like a cool. Okay, in summer months the sun never sets. The warmest part of the island is on the south coast деп тұр. Сонда бұл жерде бізге екі вариант міне айтылған. South coast, warmest part. Ол туралы бар мына жерде. Д варианты, яғни бұл емес, өйткені бұл it's true, бұл текстта бар. Келесі summer is not sunny in Greenland. Бұл туралы да айтылған, өйткені мына жақта айтады, ол туралы. Even the hottest summer, даже самый такой жаркое, лето, on Greenland is cool. Cool бұл жерде суық деген мағынада. Яғни бұл да бар, бұл да true. С варианты емес. Б вариантын оқиық. The weather in Greenland is cold. Бұл туралы айтылған, ол жақта суық екен, бұл true. Келесі сонда қалып тұрған А варианты. А варианты дұрыс жауап болады. Most Greenlanders live in all parts of the island. Көп Гренландия тұрғындары сол аралдың көптеген аймақтарында тұрады деген. Бірақ ондай емес. Өйткені бұл жерде текст бойынша ол туралы айтылмаған. However, it's still very hard place to live. Өйткені бұл өте қиын жер, өмір сүруге қиын жер. Сол үшін вариант А. Келесі 11 сұраққа көшейік. Келесі сұрақ 11-ші. What is the main idea of the paragraph 2? Бастапқы ең маңызды идея екінші параграфтың. Ол үшін біз екінші параграфты оқимыз, және бұл жерде варианттарды қарап, сонымен салыстырып қарайтын боламыз. Сонымен мына жерде бізде екінші параграф, соны қарап шығамыз. Ең көп кездескен сөзге байланысты ол main idea болады. Мысалы, мына жақта, екінші параграф. Over the years, different groups of people, have tried to live in Greenland, but most found it too difficult. One man who did live there, blah, 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 Eric and Red, Eric's name. Жарайды. Бәрін оқудың қажет жоқ. Сонда бұл жерде айтып тұр, көптеген адамдар, они старались жить, в Гренландии, но многие думают, многим, к сожалению, сложно здесь жить. Сосын бұл жерде бір не беріледі. Пример, Бұл жақта Eric and Red деген адамдар туралы беріледі.
Жарайды, осылардың өмір туралы айтылады, мына жақта қалай өмір сүргендерін. Сонда енді варианттарды қарап шықсақ, бұл жерде тек қана бір вариант жақын болып тұр, ол ең соңғы мына жақта. First Greenlanders, яғни ең бірінші тұрғындар, бағанағы Эрик деген, Эрик and Red. Сонда вариант Д келеді екен. Екінші абзац, екінші параграф бойынша осылар туралы айтылған, ең бірінші тұрғындар туралы. Сол үшін Д вариант келеді. Келесі 12-ші сұрақты оқиық. What word is missing in the paragraph 3? Окей, үшінші параграф бойынша қай сөз жоқ болып тұр, қай сөз жетіспей тұр. Бұл бағана алдында айтып кеткен ключевые слова, кешірім өтінем, linking words, linkers деп айтамыз, связывающий, байланыстыратын сөздер. Негізі вариантқа қарап та жауап табуға болады, өйткені мысал қараңыздар. And furthermore деген, олар синоним. Furthermore и and деген сөз және также деген мағынаны білдіреді. Екі вариантта сонда келмейді деп айтуға болады, өйткені синоним. Сонда қазір оқып қараймыз. So немесе although келуі мүмкін. So деген ол көбінесе жаңағы результат, поэтому деген мағынада. Although деген ол несмотря на то, что, несмотря на это, мынандай болды. Сол үшін қазір варианттарды қарап шығамыз. Міне, бізде үшінші параграф. Вот, мына жақтан басталады. Және мына жерде бағана сол сөзді қоюымыз керек. Бла-бла-бла, life was hard. Жизнь была сложная, қиын болды өмір. These people lived in Greenland for many years. Осы адамдар осы Гренландияда көп жылдар бойы өмір сүрген. Және ол сол жақ олардың үйі болып кеткен. Сонда мына жерде несмотря на то, что осыған қарамастан өмір қиын, өмір сүру ол жақта қиын болғанда қарамастан адамдар сол жақта көп жылдар бойы өмір сүрді деген сөз. Сонда бағанағы ең бірінші вариант although деген сол келеді мына жаққа. Яғни бұл мына жақта тұрады. Although life was hard, these people lived in Greenland. Несмотря на то, что жизнь была сложной, люди там жили много лет. Окей, келесі сұрақ. Енді 13 пен 14 сұрақта бірге қарап шығайық. Бірден 13 сұрақта What does the word they in paragraph 3 refer to? Үшінші параграфта they, олар деген сөз кімдерге сілтеп тұр? Олар деген кім? Сонда қазір біз бұны текст бойынша қарап шығамыз. Және 14 сұрақ Which paragraph answers the question How did Eric govern Greenland? Қай абзацта мына сұраққа жауабын таба аламыз? Как Эрик стал управлять Гренландия? Қалай ғана Эрик Гренландияны басқару бастады? Сонда govern деген сөз ол басқару. Біздің білуімше бұл туралы мүлдем ондай информация жоқ, бұл бұрыс информация, сол үшін ешқандай бір абзаста ол нәрсе айтылмаған. Жауап Д болады. Ал мына жердегі 13-ші жауапты қазір текст арқылы табайық. Сонымен they деген сөз бізде выделено жирным, көріп тұрсыздар. Соны оқып шығайық. Мына жақта жазылған, Although life was hard, these people lived in Greenland. These people, люди, адамдар Гренландияда өмір сүре берді көп жылдар бойы. They built houses, олар не істеді? Жаңағы үй салды. Окей. They planted crops. They, міне. Бұл жерде де адамдар туралы айтып жатыр, Сонда they деген бұл жерде адамдар туралы, бағанағы қоныстанушылар туралы. Сонда ответ не болады екен? Settlers. Settlers. Поселенцы, қоныстанушылар. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ 15-ші сұрақ. How does the writer introduce the topic? Writer бұл жерде автор, осы жазушы introduce таныстыру the topic. Space research деген тақырып бізде. Space research деген ол деген сөз ғарыштағы зерттеулер. Space дегенді білесіздер, ғарыш. Ал research деген сөз
ол көп кездесетін сөз зерттеу, исследование, космическое исследование. Сонда ғарыштағы зерттеулер туралы айтылған. Сонымен writer introduce the topic қалай бастайды екен, қалай таныстыруды бастайды. Ол үшін біз бірінші сөйлемді оқимыз, өйткені таныстыру сөйлемі introduction ол бірінші сөйлемнен басталады. Сонымен smoke detectors, MRI and running shoes. What is the same about all those inventions? It may sound strange, but they were all made possible by space research. Okay, so the running shoes, жүгіретін жаңағы аяқ киім туралы, және мына жақта smoke detectors, MRI, окей. Бұл сөздердің бәрі ол жалпы өмірде кездесетін өнімдер, Енді варианттарды қарап шықсақ. A. By asking how to use some products, ол туралы айтылмаған. Как использовать эти продукты, ол туралы айтылмаған. Бізге жай ғана примерлер айтқан. Мынандайлар, пример берілген. By talking about common products in our life, мүмкін осы келеді. By explaining how much money, жоқ, әлі money туралы мүмкін екінші, үшінші абзаста айтады, бірақ әлі айтылмаған. Басында by showing which products are useful in space. Қаншалықты пайдалы емес екен айтылмаған, сол үшін вариант Б келеді бұл жерде. Өйткені common products деген сөз біздің күнделікті өмірде пайдаланатын заттарымыз туралы айтылған деп жатыр, Шынымен introduction басында таныстырған кезде сол туралы бастайды автор. Келесі 16-шы сұрақ. Okay. The third paragraph suggests that space research, сонда үшінші абзацта ғарыш зерттеулері не айтқысы келіп отыр, что предлагает это. Окей, ол үшін біз қазір үшінші параграфты қарап шығамыз. Some people say NASA spends too much money. Кейбір адамдар айтады, NASA көп ақша құртады екен, on its space research. Көп ақша выделяет на космическое исследование, And it's true that its research costs billions of dollars every year, but NASA's work doesn't just stay in space. People on Earth get to use it too, sometimes every day. Бірақ дегенмен адамдар екен, NASA-ның жұмысы тек қана жаңағы космоста емес, жалпы жерде де пайдасы бар екен, Сонда вариантты қарап шығайық. Is expensive but useful. Мүмкін келеді, өйткені қымбат деп айтты, бірақ дегенмен пайдасы бар, Has changed people's life. Бұл туралы әлі айтылған жоқ. Should cost less money. Өте қымбат деп айтты, бірақ демек аз ақша құрту керек деген жайлы айтылған жоқ. Will be more interesting and valuable. Жоқ, бұл туралы мүлдем айтылған жоқ. Сонда 16-шы вариант А келеді екен. Келесі 17-ші сұраққа көшейік. Келесі сұрақ, 17-ші сұрақ. Бұл жерде біз информацияны оқуымыз керек, және осы информацияны олар басқа сөзбен интерпретировали, басқа сөзбен жазған. Не айтқысы келіп тұрған, соны біз табуымыз керек болады. Яғни, мысалы, мына жақта жазылып тұр. Trip to Кольсай Lake. Поездка на Кольсайское озеро. Кольсай көліне саяхат. Сонда бірінші сөйлеме айтып тұр. Application forms will be available from the 1st of November at school office. Application form, яғни форма заявки, will be available, будет доступно 1 ноябрьден бастап, школьный офиста. Окей. Енді варианттарды оқып шығайық. Application forms are unavailable after unavailable. Недоступны. Бұл вариант келмейді. После первого, на жақта, наоборот, доступно будет с первого деп айтылып тұр. Келесі Б варианты. The earliest that students can pick up their application form is the 1st of November. Окей. Осы вариант керек, себебі ең раннее время, когда студенты могут взять форму заявки, это 1 ноября. То есть с 1 ноября деген сөз. Мағына бойынша
осы Б варианты мына мағынамен келеді екен. Иә? Келесі сыныпты оқи салайық. Students should give in their application form on the 1st of November. Студенты должны дать свою форму заявки 1 ноября. Нет, с 1 ноября начиная, и как бы форма заявки будет доступна деп тұр. Це вариант келмейді. They should hand in their application form by. Жоқ, бұл да келмейді, өйткені by деп тұр. То есть студенттер жаңағы форма заявкасын 1 ноябрьға дейін беру керек деп тұр мына жақта. Ол бізде жалпы информация ол туралы айтылмаған, иә? Наоборот, 1 ноябрьден бастап деген. Сол үшін бұл варианты бұл жерде дұрыс вариант болады. Бұндай сұрақтарда өте мұқият оқу керек, әрбір сөзді, өйткені өте ұқсас болып келеді варианттар. Окей, келесі сұрақты қарайық. 18-ші сұрақ. Tomorrow, Almaty to train station. Night trains leave at 20 and 40 minutes past the hour. Ең бірінші осы сөйлемді біз өзімді жақсы түсінуіміз керек. Ертең дейді, tomorrow Almaty to train station. Алматыдағы железнодорожная станция. Night trains, түнгі поездар туралы айтылған. Night trains leave, түнгі поездар покидают at 20 and 40 minutes past the hour. Сонда әр 20 және 40 минут сайын түнгі поездар кетеді екен, жолға шығады екен. Варианттарды оқып шығайық. Okay, there will be delays on night trains tomorrow. Жоқ, бұл туралы айтқан жоқ да. Delays деген сөз будут отмены, да, на ночные поезда. Бұл туралы айтылған жоқ мүлдем. Келесі, there will be 2 night trains every hour tomorrow. Әр 1 сағат сайын 2 түнгі поезд болады екен. Мүмкін, келеді бұл вариант. Келесі, there will be more night trains from Almaty tomorrow. More night trains, будет побольше ночных поездов. Жоқ, бұл туралы айтқан жоқ. Аз ба, көп па. There will only be 2 trains tomorrow at night. Тек қана 2 поезд болады екен түнде, Жоқ, бұл туралы айтқан жоқ. 2 поезд деп мына жақта night trains leave at 20 and 40 minutes past the hour деген. Сонда бұл жерде Б варианты дұрыс вариант екен. Келесі 19-ші сұрақты қарайық. Math homework. Математикадан үй жұмысы туралы жазылған. Окей, мына жақта соңында қараңыздар, осындай мән беріңіздер. Мысалы, мына жақта Мессис Құралай деп тұр ма? Құралай деген сөз, бұл жерде осы апай жазған деген сөз. Соңында кім мына сөйлемді жазады, соның аты тұрады. Осы апайдан, осы ағайдан, осы адамнан, Okay. Some of you have told me the homework is a bit difficult. Кейбіреулерің маған айттыңдар дейді, үй жұмысы біраз қиын екен деп. So, поэтому, сол үшін, if you haven't finished it by Friday, егер жұмаға дейін бітірмейтін болсаңдар, you can hand it on Monday. Сендер маған понедельник күні оны бере аласыңдар деген сөз. Окей? Жақсы түсіну керек. Берілген информацияны енді варианттарды қарап шығайық. Homework must be handed in on Friday. Үй жұмысы жұма күні берілу керек. Жалпы бірақ мына жақта Құралай апай не деп айтты? Егер үлгермей жатсаңдар, бітірмеген болсаңдар, онда понедельник күні беруге болады. Яғни бұл вариант келмейді. Келесі. Anyone having problems with their homework may have extra time to complete it. То есть любой, человек, у кого есть, проблемы с домашним заданием, яғни бұл жерде проблемы с домашним заданием деген сөз, ол homework difficult, үй жұмысы қиын болса, may have extra time. Онда сіздерге тағы қосымша уақыт беріледі деп, соны бітіру үшін, to complete it. Бұл вариант келеді, өйткені біз білеміз мына жақта айтты, so if you haven't finished it by Friday, you can hand it on Monday. Сонда понедельникқа дейін тағы қосымша уақыт береді екен. С вариантын оқиық. Students who wish to hand in their homework on Monday should tell Miss Құралай. Студенты, которые собираются сдавать домашнее задание в понедельник,
должны сказать миссис Крылова. Нет. Бұл туралы айтылмаған, маған айтыңдар деп айтпаған, иә. Це вариант келмейді. Бұл extra information, яғни бұл информация берілмеген әлі. Келесі, the homework given out on Friday must be returned by Monday. Пятница күні, жұма күні берілген үй жұмысы понедельник күні қайтарылу керек. Жоқ. Бұл туралы айтқан жоқ. Кішкене информацияны бұрмалап жіберген, иә. Үй жұмысын пятница күні берілген үй жұмысы деп. Ал біз білеміз, ол пятница күні берілген жоқ, иә. Қай күні берілген білмейміз, бірақ точно пятница емес. Сонда вариант Б дұрыс жауап екен. Окей, келесі сұрақты қарайық. 20-ші сұрақ. Алматыдан, кешіріңіздер, Алматыға Болаттан. Болат ең соңында жазылған үшін бұл from. От Болата, кому, to Алматы, Алматыға. Окей. Сонымен Болат Алматыға не жазған екен, соны оқиық. A message from the bookshop. Яғни сообщение откуда? От книжного магазина, да? Bookshop. They will deliver your books tomorrow. Олар сенің кітаптарыңды ертең сағат түскі 2-де алып келеді дейді. Deliver деген сөз, ол доставка, иә? Доставить до дома. Мысалы, be home from work by then. Сол уақытқа қарай үйде бол дейді, иә? Өйткені I'll be out. Мен үйде болмайын дейді. Алмат үйде болмайды екен, сол үшін болады. Сол сағат 2-ге таман үйде болу керек екен. Варианттарды қарап шығайық. Болат will try to be at home by 2 p.m. Иә, келеді. Алмат has to be at home жоқ. Өйткені Алмат хат жазып отыр Болатқа. Ол айтады, мен болмаймын дейді. I'll be out дейді. Келмейді. Алмат must phone the shop жоқ. Бұл туралы мүлдем айтылмаған. Хабарласу керек деп. Болат will bring books at 2 o'clock жоқ. Болат сағат 2-де кітаптарды алып келеді деп. Ол туралы айтылмаған. Болат жай ғана үйге бару керек, иә? Ал доставка өзі алып келеді. Сол үшін вариант бұл жерде дұрыс вариант. Окей, сонымен біз сізбен қазір тестті талдап шықтық. Қайтадан қарап шықсаңыздар да болады, пауза қойып, және осында үйренген жаңа 15 сөз біздің келесі сөздік деген тапсырмада болады. Оны Quizlet бағдарламасы приложение арқылы жаттай аласыздар. Және Quizlet туралы да мен келесі видеода айтатын боламын. Сонымен сәттілік, сізге ұнады деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Bye!